Кәмен Оразалин 1920-2008 жылдар аралығында өмір сүрген. Жазушы, Ұлы Отан соғысына қатысушы. Семей облысы Абай ауданы, Жданов атындағы совхоз болған аумақта, Қылышбек жайлауында дүниеге келген. Ұлы Отан соғысының алғашқы күндерінен бастап, шайқастарға қатысып, медальдармен және 3-ші дәрежелі даңқ орденімен марапатталған. Жараланған соң туған жеріне оралып, Семей педагогикалық институтына түседі. 1947 жылы оқуын аяқтап, Қарауыл ауылының Абай атындағы мектебіне жұмысқа орналасып, сонда 30-дан астам жыл еңбек етеді. Алғашқы кітабы «Жексен» автобиографиялық повесі. Аталған еңбек ұрыс майданындағы сынақтарды сипаттайды. Жазушы Сталинград шайқасын шығармасына арқау етіп алған. Тың жерді игеруге арналған Ақ жазық, ұжымдастыру кезеңінен сыр шертетін Көктем салқыны романдарының авторы. Кәмен Оразалиннің Мұхтар Әуезовке арналған Абайдан соң роман трилогиясы барынша танымал. Кәмен Оразалин Мұхтар Әуезовке Абай жолы романына материал жинауға көмектескен. Қазақ халқының әдебиеті мен мәдениетіне зор үлесін қосқан Кәмен Оразалиннің 100 жылдығы 2002 жылы атап өтіледі.